Сәлем достар, көріспегелі көп болды, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Сүмбіле, және бүгінгі видеода мен ағылшын тілін қалай үйренгенім туралы айтып беремін. Менің қазіргі деңгейім Advanced C1 деңгейі, және мен әлі оқу үстіндемін, әлі де үйреніп даму үстіндемін. Сіз қазір қарап отырған Sotis English YouTube каналы жүргіземін, және бірнеше ағылшын тілі курстарым бар. Бәрі неден басталды, соның басынан бастап айтайын. Ең алғаш рет ағылшын тілімен мектепте оқығанда таныстым. Бірақ сөздерді үйренуге және бастапқы қызығушылықты тудыруға анамның ықпалы зор болды. Бізде үйде ремонттан кейін рулон түс қағаздар, обойлардың қалдықтары қалған болатын. Сол қағазға ашып, мамам сөздерді, ең жиі кездесетін сөздерді бағанға жазып, жаңа аудармасымен және оны суреттерімен жазып қойды. Тек сөздер ғана емес, сөйлемдер. Мысалы, pass me the salt, әлемге денесінде тұзды беру жерші. Сондай қағаздар жуынатын бөлмеде де, жатын бөлмеде де, қонақ бөлмеде, әрбір бөлмеде тұратын. Сол сөздерді қазір ойласам, мысалы, шанышқы, fork, тәрелке, plate, маған сол мамам салған суреттер елестейді әлемге дейін. Бұл әдісті кез келген уақытта, кез келген жаста пайдалана беруге болады. Сондықтан осы видеодан кейін қағаздарды алып, жан-жақтарыңызға заттарға жабыстырып, атауларымен, аудармасымен жабыстырып қойыңыз. Суретмен салсаңыз да жақсы. Ол визуалды түрде еске жақсы сақталады, және сол суретпен ассоциация қалыптасады. Менің ағылшын тілі үйрену жолындағы анамның ықпалы осымен аяқталған жоқ. Одан кейін маған 2002 жылы, мында жылына дейін жазып тұр, анам маған кітап сыйлады. Самоучитель английского языка, автор Александр Драгункин. Александр Драгункин ол Ресей президенті Владимир Путиннің ұстазы, ағылшынды үйреткен кісі екен. Және осы кітапты мамам маған оқы деді. Егер оқымасаң, мынандай боласың деді. Егер оқысаң, мына кісі сияқты боласың деді. Әрине, мен мына кісі сияқты болғым келген жоқ. Сондықтан оқыдым. Жалпы бұл кітаптың құрылымы түсінуге күрделірек, бірақ ішінде өте маған ұнағаны екі түрлі бағанда жазылған сөйлемдер, ағылшынша және орысша дыбысталумен және орысша аудармасымен. Мен сол кішігір мәтіндерді дыбыстап оқитынмын. Оған қоса мына кітапта болды. Осы кітаптың ішіндегі әртүрлі оқиғаларды дыбыстап оқып, біртіндеп кішкентай мәтіндерді оқи бастадым, және мәтінмен үйрену ол да өте пайдалы, өйткені сөздер қайталанады, сөздер қайталанған сайын еске жақсы сақталады, және тұтас оқиғаны немен аяқталғанын білгің келіп тұрғандықтан оны соңына дейін оқығың келеді бәрібір. Жалпы мәтінмен оқу өте тиімді, сондықтан мәтінді бейімделген бастапқы деңгейге, егер деңгейіңіз бастапқы деңгейге енді бастап жатқан болса, сонда бастапқы деңгейге бейімделген мәтіндерден бастап оқыған дұрыс. Ары қарай мектептегі ағылшынды мен жақсы оқуға тырыстым. Бірақ бізде мұғалімдер өте жиі ауысты. Басқа мектептердегі ағылшын тілі мұғалімдері сияқты. Басқа мұғалімдер, ағылшын тілі мұғалімдер өте жиі ауысады, және декретке жиі шығып кетеді. Бізге орыс тілді мұғалімдер де сабақ берді. Сондықтан болар, мен кейбір грамматиканы түсіне алмадым. Қазақша түсіндірілмегендіктен болар. Теория 7-8 сыныптарда менің ағылшыным басқа пәндерге қарағанда төмен болып кетті. Сол кезде ана мені ағылшын тілі курсына жазды. Ол ең алғашқы курсым болды. Мен 7 немесе 8 сынып оқығанда біздің үйдің жанында акиматта курс болатын. Сол курсқа жазылдым. Топтық курс болды. Біз анда барлық дағдыларды қарастырдық. Қатты есімде қалғаны біз әндермен үйрендік. Сол кездері шыққан, қазір әлі есімде Apologize, One Republic, When Stephanie 4 in the Morning, Brave, Jennifer Lopez, және тағы не үйрендік, Black Eyed Peas, Glamorous, Майкл Джексонның әндері. Жалпы әндермен көп үйрендік, біз бірге айттық. Ол ән айту дыбысталуды жақсартады, тыңдалымды жақсартады, listening дағдыны, және сөзді қорды да байытады, өйткені мәтінмен жұмыс жасағаннан кейін сөзді қорды байыды. Сондықтан менің алғашқы ағылшын тілін үйренуіме әндермен үйрену өте үлкен ықпал тигізді. Осылай әндермен ағылшын тілін үйрену маған қатты ұнады. Сол кезде мен курстан кейін де ары қарай ән арқылы олардың мәтінін тауып алып, өзіме ұнайтын әндерді оны дыбыстап, әніне бірге оқып, айтып, солай жалғастырдым. Және кейін қазіргі таңда мен курстарымда әндермен де үйретемін. Мен офиста да жұмыс жасадым, қазір онлайн берем. Офиста біз бәріміз топтасып, ән айтамыз, әрқайсыларына мәтін берем әннің, біз оны толықтырамыз, мәтінмен жұмыс жасаймыз, сосын әнді бірге айтамыз, ол дыбысталуды бәрін pronunciation-ды қатты жақсартады. Және қазіргі кезде мен соған байланысты курс дайындап жатырмын. Жақында курсым дайын болады. Қазіргі таңдағы танымал, әдемі әндерді таңдап,
олардың әрқайсысына ойындар, ондағы сөздермен байланысты жаттығулар және дыбысталуға байланысты тапсырмалар, жалпы әннің негізінде, тек әннің негізінде ғана емес, фильмдерден, сериалдардан үзінді және кітаптармен қалайша жұмыс жасау керек. Жалпы оқулықпен емес, басқа осындай қызық, entertaining заттармен ағылшынды қалай байланыстыруға болады, сол ән арқылы, музыка, фильм арқылы қалай ағылшын үйренуге болады, сол туралы мен курс дайындап жатырмын. Егер мұндай курсқа қосылғыңыз келсе, видео сипаттамасындағы сайтқа кіріп тіркеліңіз. Ары қарай 10-11 сыныптар оқығанда біз ұбт-ға дайындалғандықтан менің ағылшыным оқылмай қалып кетті. Сөйтіп университетке түскен кезде менің ағылшын тілі деңгейім сол курстағы меңгерген деңгейімен қалып қойды. Университетке келген кезде бізде профессорларымыз, декандар, кураторымыз әрқашан айтатын: ағылшын оқыңдар, ағылшын оқыңдар, ағылшын оқыңдар. Сол кезде мен басқа факультеттердегі студенттердің шетелге оқуға кетіп жатқанын естідім және арман пайда болды. Мен шетелде оқығым келеді. Сол арманды мақсатқа айналдырып, досым екеуміз сол уақытта университеттің маңайдағы курстарды іздеп, курстарға тіркелдік. Сөйтіп, ағылшын тілін оқуды қайтадан жалғастырдым. Ол уақытта бірақ ағылшын тілінде менде қызығушылық болған жоқ, тек шетелде оқу мақсатында оқыдым. Сөйтіп, курсқа барып оқу кезеңі басталды. Мен бірнеше курстарға бардым, курстан курс. Себебі университеттегі сабақтар ауырлап кеткен кезде курсты тоқтатуға тура келді. Кейін қайтадан жазыламыз, басқа курсқа жазылдық, американдыққа жазылдық. Айтпақшы, native speakerларға байланысты. Егер деңгейіңіз бастапқы деңгей болса, native speakerға баруға әлі асықпаңыз. Сөйлеуге, speaking клубтарға баруға болады, бірақ грамматиканы меңгеру үшін, бастапқы базаны меңгеру үшін бірінші туған тілді мұғалімге барған дұрыс. Өйткені біздің жағдайымызда қалай болды? Біз есімде біз жаңылтпашты қарастырдық. Pickled peppers деген жаңылтпаш, соның ішінде pickled деген сөзді біз түсінбей қалдық. Біз сұрадық, pickle дегене, ол кісі айтты, you know, cucumber. Біз айттық, yeah, cucumber, қияр. Сосын айтты, you put cucumber into vinegar. Сосын біз айттық, vinegar? What is vinegar? Сосын ол кісі айтты, vinegar is... Осылай бір сөздің өзін анықтамасын, әрқайсысын анықтамасын айтады. Ол анықтаманың ішінде де білмейтін сөз болады. Сосын соның анықтамасын айтады. Сөйтіп бір сөзді түсіну үшін бір 15-20 минут кетіп қалатын. Орташа жоғарғы деңгейде болсаңыздар, native speakerлармен үйренген өте жақсы, дыбысталу бойынша, және онда қазақша, орысша сөйлеп қалуға мүмкіндік болмайды, тек ағылшынша сөйлеуге тырысасыз. Сосын ол курстан кетіп тағы бір курсқа жазылдық. Алыстағы Астананың суық ызғарлы қысында, қап-қараңғы кеште сол курс үшін алысқа барып келіп, әйтеуір әрбір курсқа барған сайын кітаптар сатып алу керек болатын. Кітаптардың өзі арзан баға емес, дисктары, аудиосымен бәрін. Сөйтіп, әр курста әртүрлі кітаптар. Сосын бір деңгейді оқығаннан кейін екінші бір курсқа барсақ, деңгейді тексереді, қайтадан сол деңгейді оқуға тура келеді. Одан кейін аяқталмай жатып, тағы бір курсқа, әйтеуір сондай курстан курс болып кетті, және мен сонда ойладым, мен өзім деңгейім өсіп жатыр ма, не болып жатыр, қаншама ақша құртып жатырмын, қаншама уақытым кетіп жатыр, қаншама энергиям кетіп жатыр, жалпы ағылшын тілім өзі өзгеріп жатыр ма, деңгейім өсіп жатыр ма, сондай ойлар мазалады. Сосын бір жаздық каникулда үйге барып, мен сол сатылған кітаптардың бірін алып, мен ойладым, мен сатылған кітаптар бостан босқа жатыр, алып оқишы деп оқып бастадым. Және ол кітаптар негізі ағылшын тілі маған курстарға қатысқан ұнады, бірақ соншалықты қызығушылық болмаған. Сөйтіп, үйде жаңа кітаптарды алып, бір бетін ашып, бір мәтінді алып оқи бастадым. Сондай қызық мәтін. Мен оның есінде біз курста да оқыдық, бірақ үйде бөлек бетіп оқыған кезде, өз еркіммен оқыған кезде басқаша көрінді. Сондай парақтары да, сондай түрлі түсті мәтіндерінің мағынасы да. Жалпы ағылшын тілі курстарында жаңа кітаптар арқылы, аудиолар арқылы тек ағылшын тілін ғана үйренбейсің. Мен онда тарихты да, географияны да, мәдениетті де танып, сондай жан-жақты қызық жаңа фактілерді үйрендім. Маған сонысы қатты ұнады, жаңа зат үйрену. Мәтіндерді оқып отырдым және мәтіндерді түсіндім. Сөздерін, бәрін, мағынасын бәрін түсіндім. Сонда қуандым. Менің деңгейім өскен екен. Мен сөздерін меңгерген екен. Қаншама курстарға барғаным бостан-бос кетпеген екен. Ары қарай өз бетімен грамматиканы үйрене бастадым. Грамматикада түсінікті бола бастады, және сол осы уақытқа дейін қаншама барған курстарымда
ана жақтан мына жақтан үйренген грамматикалардың бәрі бүйтіп жинақтала бастады, әрбір тақырып не білдіретіні. Бірақ бәрібір сұрақ өзіме туындады. Кейбір тақырыптар бойынша неге бұлай, неге осылай сұрақтар туындады. Сонда былай деп шештім, Астанаға барғанда қайтадан курсқа жазылам және мұғалімнен бәрін сұрап алам. Мынау не өзімде көп сұрақтар туындады. Сөйтіп Астанаға келгеннен кейін тағы бір курсқа жазылдым. Өзімде енді түсіндім маған не керек екен, өзімнің деңгейім қандай екен, нені білмейтінім, әлсіз тұстарымды түсіндім. Сол кездегі оқығаным, оған дейінгі оқығаннан бір бөлек ерекше болды. Өйткені мен өзіме не керек екенін білдім және қызығушылығым пайда болды. Сөйтіп бірте ағылшынға сезімім де пайда болды. Сөйтіп ағылшынды ұнатып қалдым. Аудиоларды көп тыңдай бастадым. Мұғалім айттым, маған осы сіз қосатын аудиоларды жазып беріңізші, бола ма деп. Ол кісі маған жіберді, мен телефонға бәрін басып алдым. Сосын күнде тыңдаймын. Аудиолардың өздері бастапқы деңгейге бейімделген, асықпай, баяу айтады. Бірақ сондай анық, интонациясы ұнады, дыбыстауы ұнады, диалогтардың өздерінің мағынасы сондай ұнады, өте қызық диалогтар. Кейін сол сөздерді тыңдағанның өзім сөздерді және олардың интонациясын пайдаланатынды байқадым. Негізі солай. Егер тыңдасаңыз, ештеңе өзгермейді деп ойласаңыз, олай емес. Үйрену барысында ештеңе білінбейді, өзгеріс жоқ сияқты, бір деңгейде тұрған сияқты көрінеді. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін өзіңіз сезесіз, сол тыңдаған, үйренген, оқыған заттарыңыздың барлығы қазір сізді жасап тұрған, яғни сіздің деңгейіңізге қазіргі әкеліп тұрғанын сол кезде бір мезетте түсінесіз. Менде сондай кез туындағанда мен түсіндім, осы уақытқа дейінгі еңбегім зая кетпегендігі және бір деңгейде тұрым деп ойлағаным, шын мәнінде олай болмаған, ол уақыттың бәрінде осылай прогресс жүргенін түсіндім. Сөйтіп ары қарай келесі деңгейге өттім. Шетелге барып оқитын бағдарламаға семестр сайын тесттерді тапсырып тұрдым және бастапқы кезде бірнеше рет балым жеткен жоқ. Бірақ арманым шетелде оқу арманым орындалды. Мен магистратурада Германияға оқуға түстім. Онда енді бөлек бір кезең басталды. Германияға оқуға түскенге дейін менің деңгейім біраз өсіп қалды. Ол уақытта деңгейім intermediate және upper intermediate ортасында болатын. Сондықтан оқуда менде күнделікті сөйлеу бойынша, профессорлерге сұрақ қою, жалпы достармен, адамдармен сөйлесу бойынша мәселе туындаған жоқ. Бірақ алғашқы 2-3 апта бойы маған дәрістерден кейбір профессионалды сөздер, терминология жағы түсініксіз болды. Мен өз мамандығым бойынша, менің мамандығым ауыл шаруашылығы бағытындағы мамандық, Германияда crop sciences мамандығын оқыдым. Ол да сол бағыттағы және онда көптеген ғылыми сөздер кездесті. Сол үшін дәрісте мен 1,5-2 сағаттық дәрістердің бәрін диктофонға басып алам, келіп тыңдаймын, түсініксіз сөздердің бәрін жазып алам, аудармасын қарастырам, сөйтіп сөздерді жаттаймын. Сөйтіп академиялық сөздер, сөздік қор жинақтала бастады. Ал ары қарай 2-ші айда ол жағына да қиындық туындаған жоқ, себебі бір кездескен сөздер, академиялық сөздер, жаңағыдай терминология ары қарай да қайталанды, өйткені бәрі бір тақырып көлемінде болғандықтан. Сөйтіп академиялық сөздікті қалыптастырдым. Кейін оны да қазір курсымда мен студенттеріме үйретуде ол білімді пайдаланамын. Мен оны әлі ары қарай да ұштап жатырмын, академиялық білім жағын. Менде шетелде оқып жатқан, ғылыми жұмыстармен айналысып жүрген көптеген студенттерім бар. Үлкен кісілер, доцент, профессор кісілер де маған курсқа қатысады және сол академиялық бағыттағы білімімді ағылшын тілі бойынша студенттеріме үйретуде қазір пайдаланамын. Шетелде оқу менің ағылшын тілімнің ары қарай дамуына әрине біраз көмек болды. Менде сөйлеу бойынша практика күнделік болды, себебі достарыммен, топтастарыммен, кіммен болса да, жалпы көпшілігімен біз ағылшын тілінде сөйлестік, ортақ тіл ағылшын тілінде болды. Профессорлар және неміс достарым ағылшын тілін, неміс тілді акцентінде сөйлегеннен кейін мен ондай күнде сондай дәрістерді неміс тілді акцентті тыңдағаннан кейін менің акцентіме де ол әсер етпей қоймады. Мен сол кездегі видеоларымды қазір қарасам, күлкім келеді. Ол видеоны тапсам осында қоям. Дыбысталуым дәл неміс акцентімен сөйлеген ол әсер еткен соншалықты. I think the quality of the video is not so bad in comparison with the professional camera, right? Light wearing, so that means the spring is coming. But spring has already come. But in Astana, as you know, the spring
usually comes so late. I always wanted to discover some new continent, and I thought I had to go this way. And then I was introduced. Иә, сонда нені тыңдасаңыз, солай дыбыстайтын боласыз. Сондықтан да иә, жаңа айтқаным әнмен, фильмдермен, сериалдармен ағылшын тілі үйренудің артықшылығы бір жақсылығы осында. Қандай акцент тыңдайсыз, сол акцентте сөйлеуге бейім боласыз. Сөйтіп, ары қарай мен Германиядан келгеннен кейінде мен тағы да курсқа жазылдым, мен ағылшынымды ары қарай тағы да дамытқым келді. Сөйтіп, мұнда бір 3-4 айдай қатыстым. Сосын университетке жұмысқа тұрдым, университетте ағылшын тілі білімімді көп пайдаландым. Шетелдіктер келген кезде, ғалымдар келген кезде ең бірінші кезекте мен жіберетін аударуға және олармен сөйлесуге, қарсы алуға, және кітаптарды, оқу әдістемелік құралдарды, практикумдарды аударуға да мен араласатынмын. Қазір мен аударған кітаптарымды көрсетейін. Бұл мамандық бойынша кітаптар. Мұнда міне соңғы автор отырмын, 6-шы автор. Мына кітапта 3-ші автормын. Сөйтіп, мен университеттегі әріптестеріме, профессорларға және студенттеріме ағылшын тілінен ассоциация бола бастадым. Олар мені көрсе болды, ағылшын ескертеді. Маған қарайды, сүмбіле ағылшын тілді оқу керек еді деп. Олар менен сұрайтын, IELTS-ты қалай тапсырдың? Айтпақшы, ол кезде мен IELTS тапсырғам, және өзегі балым 7,5 балл, және IELTS бойынша кеңес беретінмін. Ол уақыттары докторантураға түсу үшін IELTS міндетті түрде тапсырылу керек сертификат болған, сондықтан көпшілігі IELTS-ты дайындалып бастады. Сосын мен кеңестер бердім, қалай тапсыру бойынша, кейін олар айтты, кәдімгідей дайындашы мені деп, сөйтіп әріптестерімді IELTS-қа дайындай бастадым. Ол туралы мен өзімнің курстарымды қалай шыққаным туралы кейін бір бөлек видеода толығырақ жақсылап бір отырып айтып берермін. Ал бүгінгі видео менің ағылшын тілін қалай оқығаным туралы, қалай осы деңгейге жеткенім туралы. Жаңа видеоның басында айтқандай, мен әлі де ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Қазір бірнеше шетелдік курстарға тіркелгем, өтіп жатырмын онлайн курстарға, өзіме қатты ұнайды. Енді қорыта келе, жалпы бүгінгі видео ол менің таза жеке өзімнің үйрену жолым, ол әркімде әрқалай. Бірақ өзім жолым туралы қысқаша айтатын болсам, бала кезінде менің анамның ықпалы көп болды. Ары қарай курстар, сосын курстар, кейін өзімнің қызығушылығым пайда болған кезде, жеке өзім оқыған кезде бір бөлек бір деңгейге жеттім. Өз ішімнен сол кезде ағылшынды ұната бастадым, тарта бастадым. Ұнатып, қызығып оқыған кездегі прогресс сондай ерекше болды. Менің сондай үйренгенім, жаңа айтқандай, егер бір орында тұрмын деп ойласаңыз, дамымай жатырмын деп ойласаңыз, сөйлей алмай жүрмін деп ойласаңыз, тоқтамаңыз, беріліп қалмаңыз, үйрене беріңіз. Бәрібір оның жемісін жейтін боласыз, бәрібір бір уақытта түсінетін боласыз. Сол үйренген заттар, сол оқыған уақытыңыз, еңбек барлығы, ақша кеткен уақыт, барлығы ақталғанын. Сонымен достар, осы видеоны аяғына дейін көргеніңіз үшін рахмет айтамын. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Егер маған курсқа жазылғыңыз келсе, осы видеоның сипаттамасында сілтеме бар. Сол сілтемедегі сайтқа кіру арқылы мендегі курстармен толығырақ таныса аласыз. Жақсы достар, сонымен сіздермен бірге болған мен Сүмбіле, бұл Sotis English арнасы. Мен YouTube-та жоғалып қалмауға тырысамын. Жаңа видеолар жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісі бар, сол қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сосын келесі видеоларда кездесетін боламыз. Bye!